Parlament etlaşık. Parlament halk vakilli organı buludan tuttadı. Hakimiyet halk artı veren varıldı. Halk da şuna kerisim şeyler. Ol nişe parlanı bittiz bir bula. Halkın uzun avartı bilen. 2 yıl informasiyadan mahrum etsen, гласность деген нәрсені бітіріп. Халық баштап ашуы келе, неге мұны білмейміз, неге мұны айтмайлар, неге мұны сөйлемейлер. 1 yıldan күнігі ауламарға. 2 yıldan ары керегі жоқ. Мына бізде Татмедиа деген бір нәрсе ұйыштырып. Бір пайда көрінмегенге кейін цензура кіртіп, гласность деген нәрсені бітіріп, халықны біз шын барлықтан дәулет ішінен бездірдік. Шуннан қазір халық қызып самай қолын сілді. Болмасы, кішілерге сонда өзіңізде. Екінші ағада болды. Біз закон қабыл еткеш тұқтап қалабыз. Закон болды, демек іш кетті деген сөз. Бір уақытта да закон өзі ішлемей, әгер шуны ішлерге тиешіні көз алдында тұтмаса. Әгер халық контролінде болмаса хакимият, бір законда ішлемей. Халық контролінде болсын үшін закон, хакимият халықны құлырға тиеш. Тағын бір аксиомын айтады. Her hakimiyet o'zi için güneşli. Her hakimiyet o'zi için güneşli. Başkasına bağılmayın. Başkasına bağılan mecbur etseler. Hakimiyet halk için işlesin için. O halkının kıvılırı etiyiş. Yine şunda bir paradoks neytese. Anlap bulamı. Halk için işletirgen hakimiyet bulsun için, hakimiyet halkının kıvılırı etiyiş. Şu şartta o halktır. Barabır bu şartta da o'zi için güneşli. Onun o'zi için işlevi, halk için işlevi olur. Yine şunda parlamentimiz yok, şunda hükümetimiz yok. Bizim olar ayrı. Мұғайын нендері бір тетірәнгеш 8-9 баллық нәрсе болмашы, өзгермес. Ең машары, біздің 26 ел ішінде бір гіне қарарымыз да, бір гіне законымыз да татарша қабыл етілмеді. Русша қабыл етілгеш, татаршаға тәржіме етілді. Демек ол тауышқа қойылмаған екен, аны татарша тексті уже закон түгіл. Міне шындай парадокс. Татарстанда kabul edilen zakonlarının Tatarşaları birisi de zakon değil. Çünkü onlar tavuşta koyulmaz.